Қайырлы күн баршаңызға. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пахлава дайындаймыз. Пахлавамызға керек заттардың барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын 2 ыдысқа бөлеміз. Жұмыртқаның ағын құрғақ ыдысқа құямыз. Жұмыртқаның сарысына қаймақ, сары май, қопсытқыш ұн салып, жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ, әдемі масса болу қажет. Қамырды илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, миксерлейміз. Шекерді аз-аздан бөліп, меренге жасаймыз. Келесі кезекте блендерден жаңғақты еземіз. Меренгеға жаңғақтың үгітілген жаңғақты салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз, 2-еуін орташа, 1-еуін үлкендеу етіп бөлеміз де бір шетке қоямыз. Орташа қамырдың 1-еуін жайып, қызарғанша пісіріп аламыз. Тегістеп қойып аламыз ыдысқа. Келесі кезекте үлкен қамырымызды жайып, осылай табаға жайып шығамыз. Осы қамырдың үстіне меренганың жартысын жаямыз. Ортасына піскен қамырды салып, қалған меренганы үстіне жайып шығамыз. Енді 3-ші қамырымызды жайып, оны да тегістеп, шеттерін сәндеп шығамыз. Жұмыртқаны жағып шығып, бірден пышақпен өзімізге ұнаған формада кесіп аламыз. Үстіне грек жаңғағын қойып шығып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Шамалы суыған соң үстіне бал жағып шығамыз. Және тағы да пышақпенен кесіп, дастарханға қоюға болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.